Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 1917-1924 жылдарда Ресей қаншалықты өзгерді? Оқу мақсаттары: қоғамдық саяси даму үлгісін сипаттау, әлеуметтік либерализм, әлеуметтік консерватизм, марксизм, социал-демократия. Тарихи оқиғаның нәтижелерін талдау арқылы әлеуметтік құрылымның өзгеруіне Қазан төңкерісінің әсерін сипаттау. Тарихи кезеңдердің ерекшеліктерін салыстыру арқылы мемлекет пен діннің өзара қатынасын сипаттау. Ресейдегі ақпан революциясы. 1917 жылдың басына қарай барлық соғысқа қатысқан елдерде саяси дағдарыс пісіп жетілді. Бірақ Ресейдегі жағдай әлдеқайда қиын болды. Майдандардағы жеңілістер, миллиондаған жауынгерлердің өлімі, халық шаруашылығының құлдырауы, ашаршылық, мемлекеттік аппараттың ыдырауы бұқара халықтың патша саясатына наразылығын қайта туғызды. Шаруа мәселесі ушығып, жұмысшылар жақсы жұмыс жағдайына қол жеткізуге ұмтылды. Империяның шет аймақтарындағы ұлттар автономия идеясын көтерді. Халық соғыстың тоқтатылуын қалап, Ресейдегі самодержавие терең дағдарысты бастан кешірді. 1917 жылдың ақпанында Петроградта жұмысшылар мен сарбаздардың ауқымды толқулары басталды. Олар қару-жарақ қоймаларын басып алып, негізгі қорларды жойды. Қаруланған жұмысшылардың қолдауымен сарбаздар поштаны, телеграфты, телефондарды басып алды. Мемлекеттік думаны басып алған сарбаздар мен жұмысшыларға меньшевик қорғанысшылар жетекшілік етті. 1917 жылы 23 ақпанда Ресейдегі жұмысшылардың, сарбаздардың және шаруа бұқарасының стихиялық көтерілістерінің нәтижесінде буржуазиялық демократиялық революция жеңді. Патша 2 Николай тақтан бас тартып, Романовтар монархиясы құлады. Патшалық министрліктердің тұтқындалуы және патша тақтан бас тартуынан кейін Ресейге жаңа үкімет қажет болды. Таврия сарайында екі орталық, яғни қос үкімет, кадеттер мен октябристерден тұратын уақытша үкімет және революциялық демократия өкілдерінен тұратын жұмысшы депутаттар кеңесі құрылды. Ақпан революциясынан кейінгі Ресей мемлекетінің жоғарғы органы уақытша үкімет болды. Ол ескі самодержавие режимінен ауыр дағдарыс және әскери қирау жағдайында елдің негізгі саяси және әлеуметтік экономикалық институттарын реформалау арқылы жаңа демократиялық жолға көшуді жүзеге асыруға тырысты. Оның қызметінде белгілі бір жетістіктер де, қателіктер де болды. Уақытша үкіметтің жетістігіне демократиялық бостандықтардың толық тізімін енгізуін, республиканы жариялауын, демократиялық сайлау заңнамасын қабылдауын, саяси қылмыс үшін кесілетін өлім жазасын жоюын жатқызуға болады. Уақытша үкіметтің қателіктері: Ресейдің Бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысуын жалғастыруы, аграрлық мәселені шешуді созуы, құрылтай жиналысына сайлауды қайта-қайта кейінге қалдыруы, соғыс аймағында әскери қылмыс үшін өлім жазасын қалпына келтіруі және әскери революциялық соттарды енгізуі болды. Ресейдегі қазан социалистік революциясы. Ақпан революциясынан кейін елдегі жағдай тұрақсыз болды және Ресейдің түрлі саяси күштердің арасындағы күрестің шиеленісуіне қолайлы жағдай туғызды. Самодержавие құлағаннан кейін Ресейде сәуір, маусым және шілде айларында 3 дағдарыс орын алды. Дағдарыстың себептері таптық қайшылықтардың күшеюі, уақытша үкіметтің саясатына наразылық, еңбек, аграрлық және ұлттық мәселелердің шешілмеуі болды. 1917 жылғы шілдедегі дағдарыс шешуші роль атқарды. Үкіметке қарсы шыққандарды әскери күшпен басып тастады. 1917 жылы 2 шілдеде кадеттер буржуазиялық уақытша үкіметтен шығып кетіп, үкімет дағдарысы орын алды. 1917 жылы 24 шілдеде екінші коалициялық үкімет құрылды. Кадетшілер әскери диктатураны енгізуге ұмтыла бастады.
жоғарғы бас қолбасшысы генерал-лейтенант Корнилов 1917 жылғы тамызда Ресейде мықты билікті қалпына келтіру және большевиктердің билікке келуіне жол бермеу мақсатында әскери диктатураны құруға тырысты. Корнилов көтерілісі басылғаннан кейін уақытша үкімет Ресейді республика деп жариялады. 1917 жылы 7 қарашада ескі санау бойынша 25 қазанда Петроградта жұмысшылар, теңізшілер мен сарбаздардың қарулы көтерілісі жеңіске жетіп, уақытша үкімет жойылды. Кеңес үкіметі жер туралы жарлық шығарып, соғыстың аяқталуына және аннексия мен контрибуциясыз демократиялық бейбітшілік келісімге келуге шақырды. Жаңа басшылық патшалық және уақытша үкіметтердің Англия, Франция, Италия және басқа да одақтастармен соғыстан кейінгі болжанған аннексиялар туралы жасасқан құпия шарттарын жариялады. 1917 жылы 15 желтоқсанда кеңестік Ресей мен Германия арасында бітімге қол қойылды. Ал бір аптадан кейін Брест-Литовскіде Германия, Австро-Венгрия, Түркия және Болгария өкілдерімен кеңес делегациясының жеке келіссөздері басталды. 1918 жылдың 3 наурызында кеңестік делегация неміс ультиматумын қабылдап, бейбітшілік келісіміне қол қойды. Ресейдегі ақпан және қазан революциялары Қазақстанға да әсер етті. Генерал-губернаторлар жойылды, олардың орнына облыстық комиссарлар тағайындалды. Кеңес билігінің алғашқы жарғылары. Большевиктердің билікке келгеннен кейінгі негізгі міндеті мемлекеттік басқарудың жаңа жүйесін құру болды. Пролетариат диктатурасының органдар ретінде кеңестер таңдап алынды. Мемлекеттік аппараттың барлық құрылымдары осы органдар тарапынан бақылауға алынуы, олардың тікелей немесе жанама қатысуымен қалыптастырылуы тиіс болды. Елдегі атқарушы билікті большевиктер үкіметі Ленин жетекшілік еткен халық комиссарлар кеңесі басқарды. Кеңес үкіметінің алғашқы қаулылары жұмысшылар мен шаруалардың талаптарын қанағаттандыруға бағытталды. Бітім туралы жарғы Ресейдің соғыстан шыққандығын жариялады. Жер туралы жарғы бойынша шаруалардың жерге жекеменшік құқығы жойылды. Билік туралы жарғы биліктің жұмысшылар, сарбаздар және шаруалар депутаттары кеңестеріне өтетіндігін жариялады. Жұмысшылар құқықтарының декларациясы 1918 жылы 3 қаңтарда қабылданды. Декларацияның 4 бөлімінде кеңестік мемлекеттің саяси негіздері жасалды. Мемлекеттің басты міндеті анықталды. Сыртқы саясат қағидалары бекітілді және қанаушы топтарды кеңестік мемлекетті басқарудан шеттету қажеттігі жарияланды. Лениннің ұсынысы бойынша 1918 жылы 10 шілдеде бүкіл ресейлік кеңестер съезімен қабылданған РКФСР Конституциясының 1 бөлімі ретінде декларация толығымен енгізілді. Кестені толтырыңдар. Уақытша үкіметінің жетістіктері мен сәтсіздіктерін анықтаңдар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.